Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі вебинар тендер жайлы болады. Тендерден қалай ақша табу керек? Кез келген Қазақстанның азаматы ИП немесе ТО ашып, кәсіпкерлік болып тіркеліп, содан қалай тендерге қатысып, үлкен тендер болсын, кішкентай тендер болсын, товар тендер, работа, услуга тендер болсын, барлық тендерге қалай қатысу керек және содан қалай ақша табу керек туралы бүгін мастер-класс болады. Бүгінгі тақырып осы, тендерден кез келген Қазақстанның азаматы қалай ақша табуға болады, 1 миллионға дейін. Біз өзіміз осыны тауып жүргеннен кейін, оны сіздерге басқаларға үйретіп жатырмыз қазір. Обучение, осы тендер жайлы қазақ тіліндегі обучение, бұл өйткені мынау көп саладағы осы курстар болсын, обучениелер, тренингтер болсын, көбінесе бізде орыс тілінде өтеді. Ал қазақ тілі аудиториясы әлі дамыған жоқ. Орыстар бізде Россиядан келіп жатыр, барлығы тек қана орысша үйретеді. Орысша қазақтар үйреніп жатқан, бірақ орыс тілінде да. Енді біз қазақ тілінде Қазақстан бойынша осы тендерден қалай ақша табу керек екенін сіздерге үйрететін боламыз. Кеттік, біз тендер компаниясы 2019 жылы ашылған, яғни 1 жыл болды жұмыс істеп жатқанына. Осы уақытқа дейін Шымкент қаласы бойынша 300-ге жуық адамды оқыттық. Онлайн қазір 100 шақты адам бар, онлайн оқып жатқан. Оның ішінде марафонға қатысқаны бар, үлкен жаңағыдай толық курстарға қатысқаны бар. Қазақстан бойынша 100 шақты адам. Өйткені біз Қазақстан бойынша үйретіп жатқан жоқпыз, тек қана Шымкент қаласы бойынша үйретіп жатырмыз. Ал енді Қазақстан бойынша онлайн осы курс обучениені бастап жатырмыз. Тендерден қалай ақша табу керек? Бірінші очередь, ең бірінші танысып өтейік. Мен кіммін? Так, мен есімім Арслан болады. 1987 жылы туылғам, осы оңтүстік Қазақстанда туылғам, осы Түркістан облысында, Мақтаарал ауданында. 2016 жылдан бері тендерде жұмыс істеп келе жатырмын. Дәл қазіргі күнде барлық порталдармен жұмыс істеп көрдім десем де болады. Соның ішінде Реестр, Надлог, Самұрық-қазына деген порталдарды өте жақсы көрем. Өйткені жақсы олардағы тендерлеріне қатысып, қалай отклонение жасамай, документтерін толық жасап, сосын тендерді ұтып алғанға дейін өте жақсы білем. Ең жақсы көретін порталдарым осы Самұрық-қазына мен Реестр, Надлог порталдары. Соңғы жылдарда 30 миллионға дейін табыс таптық. Бұл тек қана курс жағынан емес, осы таза тендерден. Услуга жасаймыз біз, мысалы үшін, жаңағыдай бір үлкен бір компаниялардың өздері тендерге қатыса алмайды. Қатысатын мамандар жоқ, соны бізге әкеп береді, компаниясының документтерін бәрін. Біз солардың компаниясы арқылы тендерге қатысамыз. Мысалы үшін, ол строительный компания болуы мүмкін, басқа да товар сататындар болуы мүмкін. Әртүрлі компанияларға біз солай қызмет жасаймыз. Бір контракт деген инвестициялық компания ашқанбыз, бірақ ол қазір күнде басқа направлениемен жұмыс істеп жатыр. Қазір тендер курс оқыту несін аштық, компаниясын аштық. Бұл жерде біз тек қана курс оқытамыз. Бұл тендер компаниясымен тек қана курс оқытамыз. Өзіміз тендерге қатысамыз, және өз жұмысымыздан бөлек кешкі уақытта, мысалы үшін 6-7-лерде біз жаңағыдай курсты үйретумен айналысамыз. Тендерлік орта курсының авторымын. Сол курсты өзіміз жасадық, қолдан арнайы платформа бар, сол жерден бастап ИП-ТО, яғни кез келген тендердің не екенін білмейтін адамға басынан бастап не істеу керек екен барлығын үйрететін осы тендерлік орта деген курсты ашқан болатынбыз. Менің ең алғашқы тендерім бұл мемлекеттік сатып алу порталынан, яғни Госзакуп порталынан болған. Заказчик ТО Искер деген, ол қателеспесем Арқалық қаласында болған. Пластикалық трубаларға қатысқанбыз. Пластикалық трубалар канализацияға керек. Мен оған барған жоқпын. Жалпы сомасы 200 мың теңге болған, келісім шарттың жалпы сомасы. Бірақ мен оған барған жоқпын, мен ол трубаларды жібердім. Неге?
заказчикке жібердім, бірақ Астанадан таптым. Астанадан кәдімгі осы трубаны өндіретін бір Kaiser деген бір компанияны таптым. Сол компания арқылы салып жібердік. Неге? Арқалық қаласына. Заказчикке звондап айттым, товар келе жатыр, күтіп алыңыз. Ол күтіп алды да өзінің несіне түсіріп тастады. Ол сонымен бізге қайтадан ақшамызды жіберді. Накладной документтерін бәрін почта арқылы жібереміз. Болды, сонымен сіз өзіңіз, мінекей, мен ең алғашқы тендерім осындай болған. Енді кез келген Қазақстанның азаматы да сіз де дәл осылай істей аласыз. Бармай-ақ ешқайда. Шымкенттесіз ба, Шымкентте отырып, ауылдасыз ба, ауылда отырып, сіз телефон арқылы барлығын шешіп істей аласыз. Өйткені дәл қазір барлық нәрсе дамыған. Оплата жасайтында нелер дамыған, мысалы үшін. Ол ешқандай проблема жоқ. Сіз қазір Астанадан Арқалыққа дейін, болмаса Астанадан Алматыға дейін сізге көлік керек болса, көлікті де табуға болады қазір. Болмаса бір сондай бір нәрсе басқа қаладан бірдеңе керек болса, оны да тауып аласыз. Өйткені интернет арқылы барлық нәрсені істеуге болады. Екінші тендерім ол Рестер Надлог сайтына болған. Рестер Надлог деген сайт ол кезде өте оңай болатын. Өйткені ценовое предложение деген оларда болған сол кезде, ал қазір жоқ. Өйткені ценовое предложение қазірді алып тастаған, қазір тек қана открытый тендер оларда Рестер Надлог сайтында. Фирма Ада Oil деген Ақтөбеде сондай шахта қазатын компания бар. Соныңкіне одан кейін акционерный общество Қожаның тендеріне қатысқанбыз, оған кроваттар ұтып алғанбыз. Жалпы сомасы осы сварочный аппаратпен, мына кроваттың, металлический кроваттың жалпы сомасы бір 700, 200, бір 700 мыңдай болған, анау 500, анау 700 болды. 700 мыңдай болған, ол жалпы сомасы. Сол 700 мыңның таза пайдасы 367 мың теңге болған. Мен осы кроватты өзім апарып бердім. Ал мына сварочный аппарат 2 штук болған, сол 2 штукты мен почта арқылы салып жүрдім, олар офистеріне күтіп алды. Өздері ары қарай қолдана берді. Барлығын телефон арқылы звондап, келісіп заказчиктермен осылай шешкен болатынбыз. Мына менің жалпы өзім жұмыс істеген компаниялар, осы уақытқа дейін қаншама жұмыс істей бересің, кім қандай компания қалай төлейді, қайсысы қалай жұмыс жасайды, қай компания қандай документтер сұрайды, қай компанияның заявка жіберетін кезде қай компания қандай документтер керек ететінін барлығын біліп алғанбыз да. Өйткені осы уақытқа дейін істеп жүрген тәжірибенің арқасында. Бұл жерде госзакуп те бар, Рестер Надлог, ұлттық компанияларында тендерлер бар, барлығы бар бұл жерде. Ең бастысы бұл жерде сіз жақсы компаниямен жұмыс жасай алуыңыз. Сіз жауапкершілікті алғаннан кейін, тендерді ұтып алғаннан кейін соны жаба білуіңіз. Егер жауып, жақсылап 1-2 рет жапқаннан кейін, олар сізбен тағы да жұмыс істегісі келеді. Бүгінгі тақырыпты айтайық. Бүгінгі қарастырылатын тақырыптар тендер деген не? Тендерді өз кәсібіңізде қолдану, тендерді танысыз ұтуға бола ма? Мемлекеттік сатып алуға заявка жібереміз қазір сіздердің көздеріңізше. Сосын 2020 жылы қандай үлкен қандай өзгерістер болды, соның бәрін айтамыз. Тендерге ақшаны қайдан аламыз? Сосын айына қанша ақша тапқыңыз келеді? Астына жазып жіберіңіздер қазір. Әркім өзінің жасын, мен оны көрмеймін қазір, өйткені бұл прямой эфир емес, мен запись қылып жатырмын. Өйткені бізде соңғы кезде интернетіміз нашар болды, сосын біз онлайн прямой эфир жасай алмай жүрміз. Қазір мен запись жасап жатырмын, соны сіздер кейін YouTube каналына жабық доступ арқылы, мен берген доступ арқылы сіздер кейін көретін боласыздар. Неге бүгіннен бастау керек? Өйткені дәл қазір барлығы электронды түрде, тендердің барлығы электронды қазір. Бұрындары, мысалы үшін, тендерге қатысу үшін бір газетке шығарылады, ол сол жерден көресіз, кім жариялап жатыр, сөйтіп олардың офистеріне барасыз, тендерный документацияларды аласыз, сөйтіп жүретін бұрын. Қазір ондай емес, қазір барлығы электронды, компьютерге кіресіз, госзакуп порталының ішінде барлығы жазылып тұрады. Кім қандай тендер жариялап жатыр, қанша штук, қанша теңгеден, соның барлығы сол жерде жазылып тұрады электронды.
Қазір тендерге қатысу үшін ешқандай документ те керек емес уже. Не үшін? Өйткені электронды болғаннан кейін сіз регистрация жасағаннан кейін уже сіз туралы бүкіл ақпаратты біліп отырады ол жерде. Сізде қарыз бар ма, жоқ па? Сіз қай жерде тіркелгенсіз? Директордың аты кім? Барлығы жазылып тұрады. Өйткені бәрін біліп отыр. Қандай банкте қандай счеттарыңыз бар? Оның барлығының барлығының базасы бір болғаннан кейін олар біліп отырады соны. Нәтижелі маржасы жақсы тендер ұтып алу үшін ең бірінші тауарды арзан табу керек, сосын жаңағыдай тендердің документацияны дұрыс жасай білу керек. Соны бүгін сіздерге үйрететін болады. Тендерге қатысу үшін не керек? Бірінші тендер деген не екенін біліп алайық. Тендер деген ол мемлекеттік мекемелер, ұлттық компаниялар, сосын жаңағыдай жеке компаниялар, частный компания дейді ғой, ашық акционерлік қоғамы, мысалы үшін, сосын жаңағыдай жауапкершілігі шектеулі серіктестік, мысалы, солардың барлығы өздеріне керек товар, работа, услуганы осы жариялайды, бір порталға жариялайды, соны тендер деп атайды. Мысалы үшін, бір строительный компаниялар бар, олар өздеріне керек затты снабженецтері арқылы сатып алады базарда. Мысалы үшін бізге мынандай нәрселер керек дейді, сөйтіп снабженецтеріне ақша береді, ақша ол снабженецтер барады дағаны, бір жерден сатып алады дағаны, әкеледі, сөйтіп болды мынанша теңге болды жетті, болмаса артылып қалса, артылғанын әкелмейді, өйткені қалтасына салады да. Вот сондай коррупция болмау үшін осы тендер жариялайды. Тендерді электронды жариялағаннан кейін, оған көп адамдар қатысқаннан кейін, ол жерде коррупция болмайды ол жерде. Өткенде бір танысым, сол бір компанияда, осы жерде бір компанияда снабженец болып істеген, сол айтады, мен сияқты тағы да 5-6 снабженецтер бар, біз барып, бізге ақша береді, сөйтіп барып заттар сатып аламыз, сосын остаток болады деді, обратно, артық ақша болады да, ақша беріп жүреді компания. Сөйтіп бұлар баратын, мысалы үшін 1 миллион теңге беріп жүреді, барып бір товар алып кел дейді, объектіге апарып тастады дейді, сөйтіп бұл барады сатып алды, 200 мың теңгесі артық қалса, сол 200 мың теңгені артық деп әкеп бермейді да, түсіндіңіз ба? Анаяққа бір тиын тебенін береді дағаны, қымбаттау жаздырып алады да, болды қалған ақшаң қалтасына ұратын болған. Мінекей осындайды алдын алу үшін бұл тендерді осындайларды алдын алу үшін тендерді жариялайды. Тендерді жариялағаннан кейін, мына жақта электронды болғаннан кейін, бұл жерде кім қатысып жатыр, қандай документация қойды, кім қанша баға беріп жатыр, оның барлығы мына жақта прозрачно көрінеді, мына жақта көрініп тұрады. Сіз тексеріп көре аласыз, кім қанша баға берген. Ешкім сізді алдай алмайды бұл жерде. Протокол итог шыққаннан кейін, ИПО пәленше мынанша баға берді, сағат мынаншада, мынанша минут, мынанша секунд кеткенде берді деп қояды. То пәленше мынанша баға берді, мынанша сағат мынаншада, мынанша минут, мынанша секунд кеткенде деп қояды. Барлығы жазылып тұрады. Қай жерде тіркелген ол, бейіні қандай. Соның барлығы жазылып тұрады. Даже кейбір тендерлерде сіз бағасында документацияларында көре аласыз. Дұрыс документ қойған ба, қоймаған ба. Тендерге қатысу үшін не керек енді? Ең бірінші ЭЦП ключ керек. ЭЦП ключ деген бұл электронды цифровой қолтаңба дейді. Электронды цифрлы қолтаңба. Бұны соннан аласыз, барып өзіңіздің атыңызға барып алып келесіз. Флешкеге басып береді сізге. Немесе ИП-іңіз болса, сол ИП-ның атына барып алып келесіз. ТО болса, ТО-ға барып алып келесіз. Немесе өзіңіз pki.gov.kz деген сайт бар, сол арқылы заявка жіберіп өзіңіз алсаңыз болады. Бірақ бәрібір сіз соңға баруға тура келеді. Сол үшін соңға барып алуды сіздерге кеңес берем. Соңға барып маған ЭЦП ключ керек десеңіз, флешка алып барастағаны айтсаңыз сізге береді ЭЦП ключ. Содан кейін барып ИП немесе ТО ашу керек. Егер сізде бар болса, сонымен қатыса бересіз. Жоқ болса, онда ИП ТО ашып, содан кейін барып тендерге порталдарға регистрация жасап, содан кейін барып тендерге заявка жібере аласыз. Мемлекеттік сатып алу порталы, бұл госзакуп порталы Қазақстанда ең үлкен портал. Бұл жерде ең көп тендерлер объявление болады. Бұл жерде күніне, аптасына 2000 объявление шығып отырады, 2000 объявление. Соның работасы бар, услугасы бар, ол жерде жаңағыдай товары бар, кез келген товар.
Ол жерде қандай товарлар жарияланады? Ол жерде кез келген сіздің айналаңызда, сіз айналаңызға қараңыз қазір, қандай товарды көріп тұрсыз. Соның барлығы сол госзакуп порталында бар. Ол жерде. Мысалы үшін, біздің мынандай компьютерден бастап стол, строительный материалдар, электр товарлар барлығы тендерде кездеседі. Әсіресе осы госзакуп порталында. Тендердің түрлері бар. Яғни сіз регистрация жасап болғаннан кейін тендерге қатысу үшін тендердің 3 түрі болады. Өзі госзакупте негізі түрі көп, бірақ основной ең көп тендер жарияланатын осы 3 түрі. Бұл мысалға баға ұсыныстары. Бұл жерде запрос ценовой предложение дейді. Бұл баға ұсыныстарында кез келген товар бір 10 миллионға дейінгі товарлар болады. Мысалға бір 10 штук лампочка алам десе 1000 теңгеден 10 000 теңге 10 штук лампочка алам десе осы баға ұсыныстарына жібереді. Немесе бір андай канцелярский товарлар болмаса бір продукты питания, сондайлардың барлығы осы баға ұсыныстарына. Яғни бір заказчикке керек заттың качествосы маңызды болмаса, сол кезде ол баға ұсыныстарына жібереді. Өйткені баға ұсынысы деп өзі аты айтып тұрғандай. Одан кейін ашық конкурс, ол жерде өзі аты айтып тұр, конкурс тұр. Ол жерден іріктеу болады. Яғни заказчик бұл жерде поставщиктердің, қатысатын поставщиктердің ішінде опыты бар, тәжірибесі бар адамдармен ғана жұмыс істегісі келеді. Сол үшін жұмыс істегісі келген кезде осы ашық конкурс немесе аукционға жібереді. Сол кезде сіз егер бір жақсы тәжірибеңіз бар болса, бір товар апарып жүрген болсаңыз 5-6 жылдан бері, сол кезде сіз ашық конкурс аукциондарға қатыса берсеңіз болады. Оған тәжірибеңіз болмаса да қатысуға болады. Просто сіздің тәжірибеңіз болса, тендерді ұтып алу мүмкіндігіңіз жоғары болады. Түсінікті ғой? Жақсы бағада ұтып алу мүмкіндігіңіз жоғары болады. Мына госзакуп порталының бірінші страницасы, бұл жерде көріңіздер, 2019 жылы, дәл қазір 2019 жылы 657 000 договор жасалған, общий суммасы 3 триллион 200 миллиард теңге. 2019 жылға жасалынған бюджеттен бөлінген ақша ол 5 триллион 387 миллиард теңге. Общий договордың саны 2,5 миллион договор болу керек. Көріңіздер ғой, дәл осындай статистика бұл. Ол госзакуп порталына кірген кезде өзі сол жерде көрсетіліп тұрады. Енді тәжірибе жүзінде көрейік. Қазір мен сіздермен бірге госзакуп порталында, мына госзакуп порталы, кабинет, личный кабинет, рабочий кабинет деп кіреміз. Сол жерде поиск объявления деп тұрады. Поиск объявления. На жерге наименованиясын жазуға болады. Мысалы үшін ботинка, пиломатериал, мысалы үшін сапоги деп өзіңіз жазсаңыз, осы жерден шығады. Өзіңіздің қатысатын товарыңыздың атын осы жерге жазсаңыз, өзі шығады. Енді мына жерге способ закупки. Біз жаңа айттық, тендердің 3 түрі бар деп. Негізі одан көп түрі. Мына жерде қараңыздар, қазір 10 түрі тұр. Бірақ бұның барлығы ең көбі осы ценовой предложение, ашық конкурс және аукцион. Біз қазір ценовой предложениені таңдаймыз. Сосын статусына опубликован прием ценовых предложений дейміз. Яғни қазір заявка қабылдап атқан. Сосын мына жаққа предмет закупкиге товар дейміз. Одан кейін мына жаққа суммасын жазсаңыз болады. 10 миллион десеңіз 10 миллионнан ары қарай, 1 миллион десеңіз 1 миллионнан ары қарайға тендерлерді көрсетеді. Майда шүйде тендерді көрсетпейді сізге. Мен ол жаққа ешнәрсе жазбаймын. Мына жерге место поставки. Сіз қай қалада тұрасыз, сол қаланың атын жазасыз. Мысалы үшін Ақтау дейсіз. Ақтау. Ақтау, Ақтөбинская область, Маңғыстауская область, город Ақтау дейді. Найти дейміз. Ақтаудан мен қазір, Ақтаудың тендерлерін көріп атырмын мен қазір. 27 000 теңге, 11 000 теңге, 480 000 теңге. Енді қараңыздар, бұл
бұл жерде кез келген сумма да бар да. Біз не үшін адамдарға айтамыз, қатысып көруіңізге болады. Адамдар тендер деген кезде бір үлкен суммадағы үлкен бір нәрселерді ойлайды да, негізі олай емес. Кез келген суммада тендер бар. Сіздің қалтаңызда қандай ақша бар, соған қарай сіз тендерге қатыса аласыз. 200 мың теңге, 300 мың теңге, 500 мың теңгелік тендерлерді заявка жіберіп ұтып алсаңыз, соған қатысып, соны апарып бере аласыз, содан ақша таба аласыз. Одан кейін кез келген заттар бар, қараңыз. Контейнер дейді, труба для водоснабжения, удлинитель дейді. Кәдімгі удлинитель, мынау. Кіріп көрейік ішіне. 6 күн бар, бітуіне 6 күн бар. Количество поданных заявок 0 дейді. Яғни ешкім әлі заявка жібермеген. Заказчиктің аты Маңғыстауская область, филиал Республиканского государственного предприятия правохозяйственного ведения Республиканская ветеринарная лаборатория дейді. Енді лотқа кіреміз. Лот деген жерде удлинитель на катушке дейді. 27 мың теңге тұрады, бір штук керек дейді. Количество выходных розеток не менее 4 штука. Длина шнура 50 метр дейді. 50 метрлік, ұзындығы 50 метр болу керек. 4 розетка кіру керек. Сосын розетка евро болу керек. Количество жил не менее 3 дейді. Цвет корпуса черный, 2,5 квадратный метр. Сечение жил 2,5 жилка болу керек ішінде. Степень защиты дейді. Енді осыны удлинитель на катюшка 50 метров деп интернеттен көреміз қазір. 50 метр дейміз. Мінекей шықты қазір, ашық көреміз қазір. Так. От 8 мың дейді. Ол мықтысы екен. 21 мың дейді. Үш мың дейді. Интернетте негізі бағасы кішкене арзандау жүреді, қымбаттау жүреді негізі. Мына біреуін көрейік, 3-те 2-де 5 дейді. Қараңыздар. 4 розеткалы, 3-те 2-де 5 морозостойкий дейді. Power plant деген 16 мың теңге тұрады екен. Мінекей, әні бізді таптық мұны. Дәл осы максимальная суммарная мощность нагрузки 2500 дейді. 2500. Мына жерде 3500 мощность нагрузка 3500. Мына жерде қазір документациясын ашып көрейік. Документацияға кіреміз. Техническая спецификация деген бар. Осыны ашып көреміз. Осы жерде сіз қатысып отқан товардың характеристикасы жазылады. Толық характеристикасы. Соны ашып көреміз. Сол кезде барып сіз осы товарды толық біле аласыз. Жаңағы жерден қарап, ұтып алып, апарып бере салуға болмайды. Ұтып алғаннан кейін сіз уже сіз бәрібір мына жақты көру керек негізі. Мына жақты осы технический спецификацияны ашып оқу керек. Удлинитель бізде ең 3,5 мың ватт деп тұр. Біздікі мынау 2,5 мың ватт. Мынау біздегі 2,5 мың ватт екен. Негізі 3,5 мың ватт 3,5 мың ватт болу керек негізі. Максимальная суммарная мощность нагрузки 2,5 мың ватт дейді. Мінекей с монотонным виде дейді. В размотонном виде 1000 ватт. С монотонном виде 1000 ватт. 1000 ватт с монотонном виде. Орал тұрған кезде 1000 ватт, ал жаңағыдай проводтардың бәрін жаңағыдай шығарып тастаған кезде 2,5 мың ватт болады екен нагрузкасы. Бірақ барлық қалған жердің барлығы бізге сәйкес келіп тұр. Осыған қатысуға болады, осыны сатып алып апарып беруге болады. Енді бұл жердегі мына бағаға болды, осы 16 мың теңге тұрады екен деп осыған расчет жасауға болмайды.
Бұған расчет жасайтын болсаңыз, сіз бұған негізі звондап көру керек. Звондап көреміз, содан кейін барып бұған осы шынымен де 16.990 теңге тұра ма, тұрмай ма, соған шынымен де көз жеткізіп алуымыз керек. Сол кезде барып біз кәдімгідей көзіміз жетіп тұрған екен өзіміздің бағамызды бере аламыз. Мысалы үшін мына жақта заказчик қанша деп қойған? Заказчик бұл жерде 27 мың ба? Заказчик 27 мың деп қойыпты. 10 мың теңге жоғары яғни. Үстіне бір 5 мың теңге қоясыз, болмаса 25 мың теңге деп бересіз. Отып алсаңыз, оттыңыз, отпасаңыз қоясыз. Мінекей дәл осындай арзан, осындай суммасы аз тендерлерге ешкім қатыспайды негізі көбінесе. Сіз қатысыңыз, осындайларды көп ұтып алсаңыз, әрқайсысына 5-6 мың теңгеден пайда болса, ол өте жақсы. Мінекей сіздердің көздеріңізше қазір көрдім мен. Егер осыны ұтып алсам, мен бір катюшканы ертең жіберем. Так, енді қалай заявка жібереміз? Доступные действия деген басамыз. Создать заявку. Создать заявку. Создание заявки деп ашылады. Юридический адрес таңдаймыз. Сосын банктың счетын таңдаймыз. Өзі шығады олардың бәрі. Сосын далее дейміз. Мына біздің лотқа галочка қоям. Добавить выборных. Далее деймін. Мінекей, енді біз мұнаның барлығын толтырып шығуымыз керек. Негізі ценовой предложение бұрын 2019 жыл бұлай заявка жібермейтінбіз. Қазір осылай жасап қойды. Өйткені қазір сіз обеспечение заявка, сосын описание товар жазбасаңыз, сіздің заявкаңыз кетпейді қазір. Обеспечение заявка деген осы товардың 1%-ін, осы товардың суммасы, осы тендердің суммасының 1%-ін төлейсіз, содан кейін барып сіз заявка жібересіз. Мысалы үшін обеспечение заявка деймін, басамын, добавить деймін. Выберите тип добавляемого документа. Деньги с электронного кошелька. Менің электронный кошелегімде ақша бар. Соны 1%-ді 272 теңге болады екен. Сохранить деймін. И все, сохранить етілді. Енді назад деп шығам. Вернуться список заявку. Енді мұна жасыл болды. Мұна көрдіңіз бе, обеспечение заявка толды. Енді описание лотты толтырам. Описание товар добавить. Мына жерге удлинитель деймін. Удлинитель на катюшке. Завод-изготовитель. Мына ұшыр Power Plant. Мына 25 метрлік екен ғой. Мен 50 метр деп шатасып отырмын. Китай. Сохранить деймін. Данные успешно сохранены. Вот жаба салам. Енді мен осыны алып барам, ұтып алған екен. Болмаса кез келген китайский, бірақ технический характеристикаға сәйкес қылып алып баруым керек. Яғни 50 метрлік 4 розеткасы бар. Одан кейін проводтың қалыңдығы 3-те, проводтың ішінде 3 жилка болу керек, сосын олар 2,5 миллиметрлік болу керек. Яғни ол жаңағыдай қызып кетпеуіне кепілдік болады. Так, мына жерде не обязательно деген документтер толтырмаймыз. Өйткені не обязательно деп тұр. Біз обязательно дегендер толтырып қойдық. Енді далее деймін. Далее мына. Например, дейді, цена за единицу. Мінекей, енді бағамыз жазамыз. 27 мың болса, мен мына жерге 25 мың теңге деп жазамын. Болды. Сосын подписать деймін. ЭЦП ключмен подписать етеміз. Ваша цена принята дейді. Далее деймін. Енді осы жерде мен подать заявку деген бассам қазір, бұл заявка кетеді уже. Түсінікті ғой, бұл жерде қарап отырсаңыздар, бұрын осы ценовой предложение бір 5-6 кнопканы бассақ, заявка кететін. Қазір уже ондай емес, сәл уже 5-6 кнопка емес, уже 10-15 кнопканы басасында, содан кейін барып кететін қылып қойды. Өйткені не үшін олай жасап жатыр? Өйткені жауапкершілігі бар, кәдімгі бір сондай бір
поставщиктермен жұмыс істегісі келеді да, заказчиктерді. Өйткені көп адамдар ұтып алады да, тендерді ұтып алып әкеп бермейді, орындамайды, соттасып жатады. Вот сондай нәрсе болмау үшін, маған заявка жіберу үшін сізге сол үшін платный қылып қойған. Енді қарап отырсаңыздар, тарифы активен дейді. Енді госзакупке қазір кіріп тіркелу үшін сіз тіркелесіз, ол без проблем, бірақ тендерлерге қатысу үшін сіз тариф қосасыз. Жылына бір рет ақша төлейсіз, болды. Одан кейін қатыса бересіз, қанша тендерге қатыссаңыз. Одан кейін, мысалы үшін 2651 теңге төлейсіз, содан кейін сіз 1 миллионға дейінгі тендерлерге қатысасыз. Бұл тариф. 10 миллионға дейінгі тендерлерге қатысу үшін сіз 26510 теңге төлейсіз. Сөйтіп сіз бір жыл бойы жаңағыдай 10 миллионға дейінгі тендерлерге заявка жіберіп жүре бересіз. Енді одан бөлек қазір ценовое предложение бұрын бесплатно болатын, қазір 1% обеспечение заявка төлеу керек. Ол 1%-ті сізде мына жерде кошелектен алады. Мінекей қараңыздар, кошелектен алады. Осы кошелектегі ақша, осы жерде сізде ақша тұру керек. Әрдайым ақша тұру керек. Вот сол кезде осы жерден ақшаны алаттағаны, сосын сіз заявка жібересіз. Ол тендердің уақыты біткеннен кейін, протокол итог шыққаннан кейін, сол ақшаны сізге сразу қайтарып береді. Открытый конкурстарды да осы жерден алатын боласыз. Бұрын бұл 1% открытый конкурсқа салатынбыз, бірақ оны банкке барып, платежка жасап жүріп салатынбыз. Қазір осы жерде тұрады ақшаның барлығы. Сол үшін сіз бұл жердегі ақшаны кейін шығарып алуға да болады, проблема емес. Мінекей достар, ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Енді товарды Қытайдан әкелсек қалай болады? Қытайдан. Мысалы үшін, мен қазір сіздерге нені удлинительді көрдім, қалай не алатын, қалай аламыз оны, қайдан аламыз деген сияқты. Бізде Қазақстандағы сайттың бағаларын көрдіңіздер. Енді мен Alibaba-дан көрсетемін сіздерге. Alibaba-да қалай алуға болады. Так, мен қазір мына жерден бір удлинительді суретін скачать етіп аламын. Суретін скачать етіп аламын. Так. Так, мінекей. Енді қазір мен жаңағы удлинительдің суретін осы жерге қоямын, сөйтіп Alibaba-дағы бағасын қалай екен, ол жақтан қалай алдырамыз, соның барлығын айтамыз бүгін. Так, қазір мынау ашылсын. Alibaba сайты өте үлкен сайт, сол үшін де қиын ашылып жатыр қазір. Мына жерде 26.000 теңге тұрады екен, почти 27.000 теңге. Осындай ғой негізі, бізде Қазақстандағы бағалар примерно осындай.
біз жаңа айтқан болатынбыз мастер-класстың басында, кім товарды ең арзан табады, мінекей сол тендерде өте жақсы табысқа, өте жақсы жетістікке жететін болады. Қазір біз осы удлинительдерді көреміз. Қазір мінекей мен қазір суретін қояйын. Бұл заказчиктерді негізі сол интернеттен алып қоя салады да, негізі 50 метр болу керек, анау мынау деп. Ал біз олардан да ушлаймыз, біз оны Қытайдан іздейміз. Мінекей Қытайда $20 дейді мынау. Көрдіңіз ба? 4 несі бар. Енді 50 метр ма, 50 метр емес пе, оны қазір көреміз. $4 дейді. Егер 1000 штук алатын болсаң, $4 береміз. $4 деген қанша? О, құдайым ау. 4 көбейтеміз 380 тең. 1,5 мың теңге. Көрдіңіз бе? 1,5 мың теңге. Ал мынада $20 екен. $20 көбейтеміз 380. 7600 теңге. Жарайды, 7600 теңгеден ала қояйықшы. Бірақ мынау деген өте керемет нәрсе ғой. 50 метрлік мінекей. Мынаны көрейік, 50 метрлік. 50 метрлік мінекей 4 розеткасы бар. $5-дан $50-ға дейін кете береді. $20-ға алуға болар екен, негізі. $20-ға алуға болар екен. Енді мен бұны сіздерге айтып отқан жоқпын жаңағыдай. Именно осы бір штукты бар Қытайдан алып келеді. Бірақ осындай көп болады, мысалы үшін 15-20 штук болады. Вот сол кезде заказ беруге болады Alibaba. Енді бұлар сізге аз сатпауы мүмкін, бірақ көбірек жаңағыдай сіз сөйлессеңіз, келіссеңіз олар сатады да. Мінекей Alibaba-дағы бағасын көрдіңіздер қандай екен. Мына жақтан тағы да көреміз. Мына жерде $1-дан басталады, 15 метрліктерінен бастап 100 штуктан алу керек, кем дегенде. Мына жерде $3-дан басталады, ошын копейк тұрады екен, ол жақта копейк. Мінекей достар, қазір біз Alibaba-дан, яғни Қытайдың сайтынан қанша теңге тұратынын білдік, көрдік. Енді ары қарай бұған енді ақшаны қайдан аламыз? Мысалы үшін сіз өзіңіздің қалтаңызда бар ақшамен қатысуыңызға болады. Ол жерде кез келген суммада бар. Мысалы үшін біз қазір 27 мың теңгелікті көрдік. Негізі 100 мың теңге, 50 мың теңгеліктер де бар, 200 мың теңгеліктер де бар. Мысалға қолыңызда бір 100 мың теңге болса, сіз уже 200 мың теңгелік тендерлерді қарайсыз. Өйткені 200 мың теңгелік тендерге сіз заявка жібересіз, примерно 160-150 мың теңге деп жазып жібересіз. Сосын сіз победитель болсаңыз егер, сіз ол товарды 100 мың теңгеге сатып аласыз. Бұл примерно мен сіздерге қалай болатынын айтып жатырмын. Енді мысалы үшін сіз оны 100 мың емес, одан да арзанға алуыңыз мүмкін да. Сол үшін 100 мың теңгеңіз болса қолыңызда 200 мың теңгелік тендерлерді қарайсыз. 50 мың теңгеңіз болса 100 мың теңгелік тендерлерді қарасаңыз болады. Мінекей осылай да ақша істеуге болады, осылай да қатысуға болады. Немесе бізден инвестиция ала аласыздар. Бұл жерде сіздің товарыңыздың маржасы, осы тендеріңіздің маржасы өте жақсы болса, экономикасы жақсы болса, яғни қай жерден, кімнен алам, контактілері, ол сізге қанша береді, сосын логистикаға қанша ақша кетеді жолға, сосын налогтары, анау барлығын есептегенде, барлығын есептеп жазып жіберсеңіздер, біз сонымен тағансып, одан кейін барып береміз. Неге курс оқыған кісілерде нәтиже жоқ? Өйткені тез әрі оңай ақша тапқысы келеді. Оңай ақша жоқ негізі еш жерде. Барлық нәрседе қиын. Оңай болып көрінеді, бірақ ол қиын. Әр нәрсенің өзінің қиыншылығы бар. Бұл жерде де енді бір қатты супер оңай, болмаса бір супер қиын деп айтамаймыз, бірақ әркімнің қабілетіне қарай. Мысалы үшін сіз документациямен жақсы жұмыс жасауды, интернетпен жақсы жұмыс жасауды, компьютермен жұмыс жасауды жақсы білсеңіз, бұл сізге өте жеңіл болуы мүмкін. Бұл бір кісілерге
өте қиын болуы мүмкін, өйткені ол ешқашан компьютермен, интернетпен жұмыс жасап көрмеген да. Егер сіз әшейін бір электронды поштамен сіз SMS жазып жіберуді білсеңіз, дәл солай білсеңіз, мен де өзім кезінде ешнәрсе компьютермен жұмыс жасауды білмейтінмін вообще. Тек қана ойын ойнап, анау карта-марта сондай ойнайтынбыз. Кино көріп болды, YouTube-қа кіретінбіз болды. Одан басқа ешнәрсе істей алмайтынбыз. Кейін үйрендік қазір, мысалы. Жайлап былай айтады ғой, аш болсаң үйренесің ғой. Аш болғаннан кейін үйрендік қой. Мінекей сіздерді дәл солай үйрене аласыздар. Одан кейін көп адам шала істейді жұмысты. Бір рет шала істейді дағаны, болды, одан кейін қоя салды, болмайды екен деп. Кейбір кісілер технический ситуациясын оқымайды, заявка жібере береді ғой. Ана оқиды да, удлинитель дейді, бұндайлар 2000 теңгеден болмаса жаңағыдай не еді? 10 000 теңгеден толып тұр ғой дейді да. Ұра береді қатысып, технический ситуациясын оқысай, ана жерде 50 метр, ана жерде мынанша 4 розетка деп тұр. Оқса кішкене, содан кейін барып заявка жібер. Ол қанша тұрады, бірінші тексеріп ал. Содан кейін заявка жіберу керек. Жаңағыдай алды артына қарамай ұра беруге болмайды да негізі. Шала істелінеді. Одан кейін кейбір кісілер қорқады қатысуға. Ұтып не істеймін? Қорқыныш бар да. Жұмысты ойбай, заказчик десе ол бір, как будто бір инопланетян сияқты да, бір басқа планетадан келген адамдар сияқты оларға ше. Ондай емес ол, заказчиктен кәдімгі сіздің класстасыңыздың ағасы, інісі, болмаса бір әке шешесі, или сіздің бір туысқандарыңыздың әке шешесі, болмаса бір, в общем, ол кәдімгі біз сияқты адамдар олар, біздің арамызда жүрген. Заказчик деген сол, олар да адам, олар да келіседі, олар да түсінеді. Кейбіреулер бар, түсінбейтіндері бар, мысалы үшін. Олар да жауап береді бірдеңеге, сол үшін түсінбейді кейбіреулер. Мінекей сол жағынан дұрыс жағын ойлау керек та. Мінекей мынау бізде осыдан бір жыл бұрын, бір жыл емес, даже 1,5 жыл бұрын, 2018-дің август айларында оқыған кісілер бар. Өте көп кісілер оқыды. Строительный компанияның кісілері оқыды, строительный компанияда жұмыс жасайтын, строительный компанияның басшылары өздерінің сотрудниктерін әкеліп оқытатын. Одан кейін кәдімгі мебельмен айналысатын кісілерге оқыды. Олар да өздерінің нишасы бойынша мебельге қатысады. Біреулер базарда машинаның бөлшектерін сатады. Вот солар келіп қатысты мысалы. Мынау енді биыл 2019 жылы, өткен жылы 2019 жылы қатысқан кісілер, бұлар да өте жақсы нәтиже көрсетті. Енді мен өзім таң қалатын бұларға ше. Кәдімгідей енді желаниялар бар да, желание ұрып тұрады біз. Енді бүгін сіздер мастер-класстан тендер жайлы ақпараттың тек қана бір кішкентай ғана бір бөлшегін ғана білдіңіздер, бөлігін ғана. Өйткені бұны айта беретін болса өте көп, өте қандай. Мен қазір тек қана госзакупты ғана көрсетіпсіздер. Еще Самұрық-қазына, Реестрнадлог деген сайттар бар. Олармен жұмыс жасау да, олармен қалай жұмыс жасау керек, қалай тендерге заявка жіберу керек. Одан кейін ол жерде қай компанияның тендеріне қатысу керек, қайсына қатыспау керек деген сияқты. Соның барлығын біз осы курста айтатын боламыз. Ол жерде ол курс 50 сабақтан тұрады. 50 шақты видео сабақтардан тұрады. Одан кейін біз өзіміз қолдап жаңа көмектесіп отырамыз. Тендер ешқашан тоқтамайды. Ол всегда бар болған, негізі мемлекет бар болса, тыныштық болса елімізде, ол всегда тоқтамайды, негізі жүре береді. Енді бұл кімдерге керек? Бұны үйрену кімге керек? Сізге керек па, керек емес па? Бұл кәсіпкерлерге керек. Бірінші очередь кәсіпкер болсаңыз, яғни сіз бір базарда сауда жасасаңыз, болмаса бір мебель жасасаңыз, пластик есіктерді жасасаңыз, болмаса сварочный жұмыстармен жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе бір машина жөндейтін болсаңыз, солардың барлығына керек негізі. Өйткені ондай тендердің барлығы бар. SMM-мен айналысатын кісілер де қатысуға болады негізі. Қосымша табыс іздегендерге. Одан кейін кәдімгі жұмысы жоқ, жұмысы жүрген адамдар осыны үйреніп алып жұмыс істеуге болады. Жақсылап үйреніп алсаңыз, сізді бір компанияларға жұмысқа алады. Осы закупщик ретінде. Сіздің жақсы маман екеніңізді көрсетсеңіз болды. Өзіңіз жақсы маман екеніңізді. Мысалы үшін,
осы тендерный документацияны жасаудың өзі қазір өте қиын. Бізге келетіндер сондай өздерінің сотрудниктер білмейді, білем деп жібереді, бірақ отклонение жасайды да бұларға. Не үшін? Өйткені документацияны дұрыс жібермеген. Вот сол документацияны дұрыс жіберуді бұл өте бір керек нәрсе дәл қазіргі күнде. Так, енді курс қашан басталды? Бастаушыларға арналған тендер онлайн деген курс бар бізде, сосын тендер офлайн курс бар, одан кейін тереңдетілген деген курс бар. 1 ақпан күні басталады тендер онлайн, осы алдағы келе жатқан ақпан күні. Одан кейін тендер офлайн бар, ол 2 ақпан күні, ол кәдімгі біздің офисте, осы біздің офисімізде, жаңағыдай осы неде, кеңсеміздегі офисімізде болады. Одан кейін тереңдетілген онлайн және офлайн курс, ол 25 ақпанда. Дәл қазір оқып жатқан кісілер бар. Вот солар бітейін деп қалған кезде, бітуге жақындап қалған кезде біз 2 потокты бастаймыз. Бірақ бұл ең соңғы тереңдетілген курс емес. Бұдан кейін де оқытамыз, бірақ оның бағасы өте қымбат болады. Не үшін? Өйткені дәл қазіргі күні біз жақсы программаларды қосып жатырмыз курсқа. Ол жерде сіз бұны курстың құндылығы өсіп жатыр. Өйткені сіз ол жерден өте жақсы нәтиже көрсете аласыз. Сол үшін оның бағасы өседі ертең. Дәл қазір жазылып қалу өте арзан бағада. Курс қалай өтеді? Мерзімі 1 ай болады. Бұл онлайн және офлайн курс. Ал тереңдетілген курс ол 1,5 ай болады. 50-ге жуық онлайн және офлайн курсқа 50-ге жуық видео сабақтар бар. Оның бәрі алдын ала жазылып болған. Оның барлығын біз күн сайын болмаса апта сайын обновлять етіп отырамыз. Порталда өзгерістер болады ғой, өзгеріс болған кезде сразу обновить етіп жүреміз. Өйткені новый бұрынғы сабақ қазір жарамайды. Не үшін? Өйткені порталдың ішінде өзгеріс болды да. Бұрынғы сабақты көрсеңіз, сіз қазіргі порталға кіріп жұмыс істей алмайсыз. Сол үшін оны өшіріп тастадықтан новыйын жазып отырмыз. Ол постоянно обновление болып отырады. Курстың нәтижесіне 100% кепілдік беріледі. Егер сіз тапсырманың бәрін орындамай қоя салсаңыз, онда нәтиже болмайды бұл жерде. Сол үшін курстан нәтиже алу үшін сіз кәдімгі біз қалай айттық, дәл солай жасап отырсаңыз, одан конкретно нәтиже болады. Курсқа не кіреді? Тендер онлайн және офлайн курс, ол ИП-ТО ашу, мемлекеттік сатып алу, самұрық-қазына, реестр, надлог порталдарына қалай заявка жүріп, қалай тендерлеріне қатысып, ұтып алған тендерді қалай жабу керек екенін айтамыз. Одан кейін тапсырыс жіберуді, тендерге құжат дайындауды, тауарды қалай және қайдан іздеуді, сосын esfo.gov барлық құжаттардың үлгісі, одан кейін alibaba.com сайттарынан қалай товар алдыруды үйретеміз. Сосын 6 айға дейін қолдау болады бұл жерде. Енді бұл онлайн мен офлайнның айырмашылығы, екеуінің айырмашылығы жоқ. Егер сіз Шымкент қаласынан болсаңыз, офисімізге келіп үйренсеңіз болады. Болмаса, басқа қаладан болсаңыз, онлайн оқи берсеңіз де болады. Офлайнда оқыған кісілерге біз ИП-ТО-сын ашып беріп, программаларын біз өзіміз орнатып береміз. Сол үшін ғана айырмашылығы сол ғана. Ал онлайн оқитын кісілер оның барлығын өздері жасайды. Бірақ қалай жасау керек екенін біз видео сабақтарда оны көрсетіп қойғанбыз. Тереңдетілген курс онлайн және офлайн курсы, бұл жерде де біз ИП-ТО-ны өзіміз ашып береміз. Сосын мемлекеттік сатып алу, самұрық-қазына, реестр, надлог порталдарына заявка жіберуді үйретеміз. Сосын порталмен жұмыс жасауды, үшін барлық жаңағыдай тендер онлайн курсына қандай сабақтар кірсе, бұл жаққа да дәл соларды істейміз. Бірақ бұл жерде бір айырмашылығы бар. Біз 1,5 ай бойы осы жерде кәдімгі практика жүзінде заявка жіберіп, мен өзім товар тауып беремін оған, ұтып алған екен осыны былай жасайсың. Өзім былайша айтқанда өзім сүйреп жүремін. Курс бітіргенге дейін 1,5 айдың ішінде курстың ақшасын, курсқа төлеген ақшасын шығарып алу керек. Сол үшін бұл жерде біз сол үшін үйретеміз. Ол былайша айтқанда нәтижесіне 100% гарантия. Егер ерініп істемей отса, оны қамшымен сабаймыз. Ол әзіл әрине, бірақ енді кішкене требовать етеміз да.
былай талап етеміз, соны істеуін талап етеміз, қайта миын жейміз, оның істесе, үйтсе, бүйтсе деген сияқты. Так, тендер онлайн курстың басталуы, бағасы қанша болады? Тендер онлайн курсының бағасы 65 мың теңге. Бұрын негізі қазір бағасын кішкене қымбаттаттық, бірақ жеңілдік бар сіздерге, жеңілдік бар. Ал тендер офлайн курсы, ол біздің офиста болады, оның бағасы 85 мың теңге, оған да жеңілдік бар. Жеңілдік бастауыштарға арналған тендер онлайн курс 45 мың теңге, ол 30 ақпанға дейін жазылу құны 45 мың теңгеден жазылған. Ал тендер офлайн курсы, ол 30 ақпанға дейін 70 мың теңге. Ол 2 ақпан күні басталады. Ал тереңдетілген онлайн және офлайн курс, ол 215 мың теңге. Бірақ бұған да жеңілдік бар. Бұған да жеңілдік бар, бірақ бұл жеңілдікті біз бөліп төлеуге болады. Бұны 180 мың теңге, сосын 215 мың теңге. Егер бөліп төлемесеңіз 215 мың болады. Ал егер бірден төлеп қоямыз, сонда 180 мың теңге болады. 180 мың теңгені төлеп, сіз сразу тендер курсқа қатыса аласыз, жазыла аласыз. Енді қараңыздар, мен мына жерге жазған жоқпын. 25 ақпан күні басталады біздікі. 5 ақпанға дейін осы курсқа жазылған кісілерге осы баға сақталады. Одан кейін уже 500 мың теңгеге көтеріледі бағасы. Өйткені өте құнды курс. Бұл жерден сіз ақшаңызды шығарып аласыз. Кәдімгі бір жұрттар сияқты бір психология бірдеңке үйретпейміз. Бұл жерде кәдімгі практика, кәдімгі инструменттер. Мынаны былай істейсің, болды, ақша табасың. Мынаны былай істейсің, ана жерден былай сатып аласың. Тағы да бір несі, тендерді тереңдетілген онлайн және офлайн курсының тағы да бір айырмашылығы, 1,5 ай бойы біздің курста оқып жүргеннен кейін, 1,5 ай бойы біздің офиске келіп жұмыс істеуіне болады. Аздан кешке отырып, осы жерде заявка жіберіп, осы жерде жаңағыдай қатысып, түсінбеген нәрсесін бізден сұрап, мына жерде бізде жұмыс істейміз ол кезде, бірақ сабақ болмайды да, просто өзің жұмыс істейсің. Wi-Fi бар, принтер, анау барлық нәрсе бар. Ал сабақ аптасына 3 рет болады өзі. Ол тағы бір айырмашылығы. Одан кейін тағы бір айырмашылығы, егер Қытайдан бір товар тапсаңыз, соны біз әкеп бере аламыз өзіміз. Қалай әкелу керек? Оны анау емес, ақшаңды бер, біз саған әкеп береміз. Мынанша бағадан әкеп береміз. Өте арзан бағадан, өте тезірек әкелудің жолдары, мысалы үшін. Соның барлығы осы тереңдетілген курста. Сол үшін бұл курсты біз бұрынғы осы бірінші потокталарға оны істеген жоқпыз, бірақ ендігі потоктарға осылардың бәрін қосамыз, бірақ оның бағасы жоғары болады. 5 ақпанға дейін жазылған кісілерге 215 мың теңге сақталады. Одан кейін уже бағасы көтеріледі. Так, курсқа жазылам деушілер болса, мына реквизиті арқылы төлем жасап, сразу чекті суретке түсіріп жазылып қойсаңыз болады. Первоначально 10 мың теңге, 5 мың теңге салып жеріңізде болды, мен курсқа жазылам деңізді, қыздарға WhatsApp-қа жазып жеріңіз, мұны Дария, Балмай деп жазылып тұр. Вот, сол WhatsApp нөмірлерге жазып жеріңіз, сізді алаттығын тіркеп қояды. Одан кейін қай күні басталады, не істеу керек, алдын ала не істеу керек, соның бәрі. Курс мысалы үшін 1 ақпан болады, басталады деп жазыңыз, сізге оған дейін не істеу керек екенін айтады да қыздар. Сол үшін қазірден бастап тіркеліп үлгеріңіздер. Өйткені орындар саны шектеулі, мысалы үшін тереңдетілген курсқа біз 5 адам аламыз, одан көп алмаймыз. Өйткені одан көп болса уже жұмыс істей алмайсың адамдармен, конкретно да. Ал егер 5 адам болса, нәтиже шығару оңай болады. Ең главный сол нәтиженің шығуы бізде. Мінекей, бүгінгі вебинарды, осы вебинарды көргендеріңізге көп рахмет, егер кім-кім көріп отқан болса. Одан кейін төлем жасайтын болсаңыздар, мынау реквизиттерге төлем жасап, 5 мың, 10 мың теңге сразу салап, сосын чекті қыздарға жіберсеңіздер болды. Ең бастысы бұл жерде мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. Ертең сізде мысалы үшін ойланып жүргендер бар, әлі бір 6 айдан бері ма не істесем, ол 6 ай бұрын егер курсқа жазылып бір ақша табуға, бір өзінің біліміне ақша салуға, бір осындай ақша неған кезде, ақша бөлген кезде,
ол 6 айдан кейін уже нормально басқаша адам болатын еді уже. Қазір сіз әлі сол баяғы адам болып жүрсіз. Сол үшін өзіңіздің біліміңізден ешқашан ақша жұмыс аямаңыз. Постоянно ақша салып отыру керек білімге. Бұл тек қана тендер емес, басқа нәрсеге, мысалы үшін психология жағынан болсын, ол сізге ақша келмеуі мүмкін, бірақ сізді өмірді кейбір жағдайларды түсінуге көмектесетін болады. Бала тәрбиесіне ақша салыңыз, мысалы үшін. Ол да сіздің бала шағаңызды қалай жақсы тәрбиелеу керек екенін не көмектесетін болады. Отбасылық жағдай туралы бір курстарға қатысуға болады. Ол да мысалы үшін сізге көмектесетін, мысалы үшін. Сізге ақша келмейді, бірақ сіздің өміріңізді өзгертуге көмектесетін болады. Ал ақша алып келетін курстар, олар қымбаттау тұрады, бірақ ол сізге ақша алып келеді. Ол сол үшін қымбаттау тұрады олар. Сол үшін мынау реквизитті тағы да көрсетеміз. Осы жерге ақшаларыңызды бір 5 мың 10 мың теңге салып, чекті қыздарға жіберсеңіз болды. Көп рахмет. Көргендеріңізге сұрақтарыңыз болса астына комментарийға жазыңыздар, немесе инстаграмға маған жазыңыздар. Сол үшін мен сіздерден жақсы не күтемін, жақсы жауап күтем. Лайк басып қойыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар.